Сәлем достар, Дарику каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет шоколадты пирог жасайтын боламыз. Творожный начинкасымен өте дәмді әрі жылдам дайындалады. Қамыр илеп жүрудің қажеті жоқ. Осылай жылдам әрі тез жасалатын болады. Беті осындай хрустящий крошкасымен ортасында нәзік, өте дәмді творожный начинка. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіз. Олай болса, бірге дайындайық. Бізге какао, крахмал, қаймақ, ұн, ванильді қант, жай қант және творог, жұмыртқа және сары май қажет болады. Алдымен ыдысқа творог салып, үстіне жұмыртқаны қосып, қаймақ қосамыз. Оның үстіне крахмал, ванильді қант, жай қантты қосып, барлығын блендермен езіп алуымыз керек. Жақсылап езіп аламыз. Түйіршіксіз бізде осындай масса шығуы қажет. Егер сұйық болып қалса, крахмал қосып жіберіңіздер. Міне консистенциясы осындай болған дұрыс. Енді бөлек ыдысқа ұн, какао, қант, тұз, осы ингредиенттерді қосып, барлығын араластырып, мұздай салқын сары майды осылай теркадан өткізіп аламыз. Майды осылай ұнға араластырып отырып өткізсеңіздер оңай болады. Барлығын өткізіп болғаннан кейін қолымызбен майды осылай құрғақ ұнтаққа осылай қолымызбен езгілеп крошка жасайтын боламыз. Осындай шоколадты крошка шығады. Енді осыны противеньге пергаментті төсеп, үштен 2 бөлігін противеньге саламыз. Қалған 1 бөлігін алып қалуымыз керек. Енді қолымызбен осылай басып бортиктерін жасаймыз. Қамырды осылай формаға барлығын орналастырып шығамыз. Енді осының үстіне біздің творожный массамызды құямыз. Міне барлығын құйдым. Енді қалған біздің крошкамызды осының үстіне барлығын сеуіп шығамын. Аздап қасықпен осылай тегістеп жіберсеңіздер болады. Енді 180 градусқа 40 минутқа пісіріп аламыз. Достар, пирог пісіп шықты. Енді пирогты кеспес бұрын, формадан алмас бұрын, әбден комната температурасында суытып алуымыз керек. Одан кейін 1-2 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Содан кейін ғана пирогты формадан алып кесуге болады. Міне пирогты алдым, тарелкаға салып, кесіп көреміз. Біздің керемет шоколадты пирогымыз дайын болды, достар. Осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады.
қанық шоколад дәмі және ортасындағы творожный нәзік керемет начинкасымен өте дәмді. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.